Барлығыңа қайырлы таң достар. Бүгін таңғы ас мәзірін дайындаймыз. Көптеген адамдар жұмысына, оқуына таңғы ас ішпей кетіп қалады. Біреу уақытым жоқ дейді, біреу тәбетім болмай тұр дейді. Ал бүгін бізде менюда тез дайындалатын, әрі тойымды тағам ағылшын таңғы асы. Ендеше оны қалай дайындайтынын бүгін қазір үйретемін. Біз сковородкамызды қыздырып аламыз. Оған кішкене май құямыз. Кішкене майды қыздырып аламыз. Май қызып жатқан кезде біз өзімізге керекті жұмыртқаны қосамыз. Таңертең тұрып таңғы ас ішу өте маңызды. Оның маңыздылығын қайдан білсек болады? Мысалға, кейбір үлкен кісілер айтады: таңғы асыңды өзің іш, түскі асыңды досыңмен бөліс, кешкі асыңды жауыңмен де бөліс дейді. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сондықтан байқасақ болады таңғы астың маңыздылығын. Енді өзімізге керекті жұмыртқаға кішкене тұз қосамыз. Жанынан сосисканы қуырамыз. Мысалға мен кішкене бұрыш қосқанды жақсы көремін. Жұмыртқам сәл ашты болса, маған ұнайды. Енді бұны жақсылап қуырамыз. Қуырып жатқан кезде біз қазір тост жасаймыз. Қуыратын жағына май жағамыз. Май жағамыз және тостырды қыздыртып қоямыз. Нанның екінші жағына да май жағамыз. Енді бұлай ортасына сырды қоямыз. Енді май жағын тостқа қоямыз. Енді бұның бетін жауып кішкене қыздыртып қоямыз. Жұмыртқамыз пісті. Сосискамыз қуырыла берсін. Ал енді осы уақытта біз тостымызды тексереміз. Тостымыз дайын болды. Осы сәтте енді сосискамызды толығымен қуырамыз жан жағынан. Қарашы қандай күшті қуырып жатыр. Сосисканы кішкене қуырып болғаннан кейін енді бұны біз тостқа қойсақ болады. Кастрөлді кішкене қыздырамыз. Оның ішіне біз фасольді саламыз. Кішкене ашты болу үшін бұрыш қоссақ болады. Мен негізі аштыны жақсы көремін, сондықтан да бұрыш көбірек қосамын. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Бетін жауып қоямыз. Сосискамызды тексереміз. Міне сосискамыз дайын болды. Бұл фасольдің ішінде перец бар, бұрыш, бұлғар бұрышы бар. Және де көптеген сәбіз сияқты пайдалы өнімдер осы фасольдің ішінде бар. Ол таңғы асқа өте пайдалы, денсаулыққа да пайдалы. Енді біз қызанағымызды кішкене қызартып қуырып аламыз. Оны қалай жасайды? Екіге бөлесің, сковородкаға қойдың, 30 секундтай тұрамыз. Болды, сонымен дайын болады. Біз енді помидордың қызарғанын былай көрсек болады міне. Енді бұны сәндеу үшін бүйтіп қоямыз. Енді барлығын дәмі біркелкі болу үшін кішкене тұздан себеміз. Міне, біздің ағылшындық таңғы асымыз дайын. Оператор, заказ дайын болды. Алып кете берсең болады. Thank you very much. Very tasty. Аспаздың кулинарлық каналына тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.